мен оттың иісін сезген кезде бірден қаным қайнайды. Сол кезде бәрін тастап өрт шыққан жерін іздей бастаймын. Менің атым Марат Нұрғалиев, мен өрт сөндірушімін. Әскерден борышымды атқарып келгеннен кейін әкем өрт сөндіру бөліміне жолдаған. Сөйтіп 21 жаста өрт сөндіруші болдым. Одан соң Көкшетау техникалық институтына оқуға түсіп, білім алып, офицер болып шықтым. Бізде күн сайын қызметте тәжірибелік сабақтар және өрт сөндіру тактикалық оқу жаттығулар өткізіледі. Содан кейін жыл сайын облыс бойынша жаттығулар өрт сөндіру құтқару спортынан жарыстар өткізіледі. Біздің жұмысымыз енді қауіпті, соған байланысты қайда жүрсек, қауіпсіздік техника ережелерін ұстауымыз керек. Біздің қызметімізде газ түтін қорғау қызметіміз бар. Сол қызметті дайындық болғанда, енді жаттығу болғанда, арнайы түтін бар камераға бүкіл жабдықтар киіп кіреміз. Сонда жаттықтыру жасаймыз. Оның ішінде сол имитация жабдықтармен жабдықталған. Сонда сол кезде жауынгерлік жағдайға ұқсас жағдайлар болады, сонда дайындаламыз. Біздің енді арнайы киіміміз оттан ұстайды, но бірақ негізінде ол жақын жерде көп онымен жұмыс істей алмайсың. Қыста болса, жазда болса жүреміз сол арнайы киіммен. Қыста мысалы су өтеді сол киімнен, сумен былай қатып қалған боевкамен киіп жүреміз. Қиын, жаздың күні енді сол боевкамен ыстық болады. Статистика бойынша тұрғын үйлерде 80% өрттер болады. Сонымен қатар дала және орман өрттері болады. Шығу себебі біріншіден адам фактор дейді ғой, қауіпсіздік ережелерін бұзу. Орман өрттерді біз біріншіден барлаудан бастаймыз. Барлау деген ол қайдан шыққан, қандай қаупі бар, қай жаққа желмен бар жатқан өрт фронты болады. Барлау жасағаннан кейін біз күштермен құралдарды саламыз өрт сөндіруге. Орман өрттерді қолайлы құралдар болады, солармен сөндіреміз. Хлопушка дейтін бізде. Содан кейін ранцевый огнетушитель деген бар, сонымен сөндіреміз. Егер қатты өртеніп тұрса, онда өрт сөндіру автокөліктен қол оқпандары арқылы су береміз. Есте қалған бір оқиғам болды. Енді бір өрт сөндірген кезде бір қыз, кішкентай қыз, сол кезде 3 жаста өрттен тығылып, үйдің бұрышқа тығылған. Сол кезде біз келген кезде, өрт сөндірген кезде мамасы сол қызды іздеген, табылмаған. Енді біз біріншіден өрт сөндірдік, содан кейін қыз баланы іздедік, іздеп өзіміз тауып алдық бұрыштан. Сол кезде біз терезе арқылы жедел жәрдем қызметкеріне сол қызды бердік. Ол қыз қазір 8 жасқа толады, аты Альбина. Қорықпаймыз деп айта алмаймыз. Енді біздің жұмысымыз қауіпті. Өртке қарсы қызметінің қызметкерлері 48 жасқа дейін қызмет атқарады. Олардың ішінде 25 жыл атқарған қызметкерлерге мемлекеттен зейнетақы төленеді. От менің жақын досыма айналғандай. Көп жылдың ішінде мен оның ебін тауып, бағындыра алдым.